біз Каспи Pay'ді жүктедік, оны қостық. Енді Каспи Pay'дің ішінде не бар екен, қандай ақпарат бар, соған көз жүгіртейік. Телефоныңыздағы Каспи Pay приложениясына кіргенде алдыңыздан осындай окошко шығады, терезе. Мұнда ең басында принять оплату деп тұр. Бұл не деген сөз? Принять оплату батырмасын бассақ, қараңыздар, сіз кез келген тауар сатасыз, оның суммасы әрқалай. Мысалы, бір 5000 теңгеге тауар саттыңыз делік. Соның құнын осы жерге енгіземіз, және алдыңызда, жаныңызда клиент тұр, ол төлем жасау керек. Мысалы, безналичный расчет болса, сіз Каспи Pay арқылы төлем қабылдай аласыз. Мысалы, 5000 теңгені енгіздік, принять оплату батырмасын басамыз. Сонда сіздің магазиніңіздің QR-коды шығады. Сіздің клиентіңіз осы кезде өзінің Каспиіне кіреді, және де өзінің QR-кодын басады. Сіздің магазиніңіздің QR-коды шығады. Бұндай QR-код ешқай жерде қайталанбайды. Бұл системамен көрсетіліп тұрған QR-код. Енді сіздің алдыңызда клиентіңіз тұр. Ол қалай төлем жасайды? Ол өзінің телефоны арқылы Каспи приложениясына кіреді, Каспи QR батырмасын басады, сосын сіздің телефоныңыздағы QR-кодты келтіреді. Міне, оплатить, көрдіңіз ба? Ол оплатить 5000 теңге. Батырмасын басқанда сіздің телефоныңызда оплата принята, яғни клиентіңіз сіздің тауарыңызға оплата жасады деген сөз. Міне, осы 5000 теңге сіздің Каспи Pay'дағы счетыңызға түседі. Тура солай сіз басқа клиенттерден безналичный расчет арқылы осылай төлем қабылдай аласыз. Ол үшін сізге үлкен магазиндерде, супермаркеттерде пост-терминал көресіз ғой, Каспидің қызыл. Тура сондай пост-терминал алып, сатып алудың қажеті жоқ. Осы телефоныңыздағы Каспи Pay арқылы төлем қабылдай бересіз. Күшті емес па? Енді қараңыз, осы Каспи QR деп тұр, төменгі жағында, сол жағында. Екінші удаленно деп тұр. Осы удаленно деген не? Удаленная оплата. Егер сіздің клиентіңіз сіздің жаныңызда емес, сіз онлайн продажа жасап жатсыз, өзіңіз, мысалы, Алматыда отырсыз, клиентіңіз Қостанай қаласында делік. Соған Каспи арқылы счет жібере аласыз. Мысалы, ол сізден басқа кез келген сумма 8000-ға тауар сатып алды. Сумма деген жерге 8000-ды енгізесіз. Телефон покупателя, яғни сол клиентіңіздің Каспиде тіркелген телефон номерін енгізесіз. Әдетте мен сұрап алам клиенттен, у вас Каспи на этот номер зарегистрирован деп. Да десе, онда сол номерді енгізесіз. Кейбір кезде адамда WhatsApp'та бір номер, а Каспиде тіркелген номері басқа болуы мүмкін. Сондықтан клиенттен сұрап аласыз, Каспиге тіркелген номеріңіз қайсысы деп. Сол номерді осы жерге енгізесіз, және сообщение покупателю деп тұр. Кез келген номерді енгізе салайын, ойдан алып. Клиент не найден. Клиент табылғанда мұнда клиенттің ат жөні тұрады. Және сообщение покупателю деген жерде мен әдетте өз магазинімнің атын жазам. Мысалы, клиентке Каспиге счет түскенде ол түсінеді, мына магазиннен тауар сатып алып жатырмын ғой, сол магазиннің аты тұр, мен соған оплата жасап жатырмын деген түсінік болу үшін магазиннің атын жаза саласыз. И отправить счет на оплату. Осыны басқанда сіздің клиентіңізге Каспиге сообщение келеді. Вам выставлен счет на оплату 8000, 8000. Ол оплатить деп батырмасын басады. Сол кезде сол сумма сіздің Каспи Pay'іңізге түседі. Яғни оплата өтті деген сөз. Удаленная оплата осылай жүзеге асады. Ары қарай, осы принять оплатудың ішінде міне удаленныйды айттық. Шақ данный толтырылады, сумма, телефон покупателя, сообщение. И отправить счет басылады. Енді история. Историяда сіз бүгін қандай суммаға оплата жасалды, сол сумманың барлығы көрініп тұрады. На оплату, егер сіз біреуге удаленно оплата жасап қойсаңыз, осы жерден көре аласыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне, принять оплатудың удаленно түсіндік, история түсіндік, возврат. Кейбір жағдайларда, мысалы, возврат жасалынады, сол үшін
клиентіңізге осы QR кодты сканерлеу керек. Осы QR кодты сканерлеу арқылы возврат жасалынады. Оның барлығы историяда да көрініп тұратын болады. Енді точки продаж и кассиры. Егер сіздің Каспи Пейіңіз қосылған және сіздің менеджеріңіз, сіз өзіңіз үйдесіз, сіздің менеджеріңіз складта отырады, сіздің магазиніңізде отырады, и сол арқылы сіз менеджердің, яғни сіздің кассиріңіздің оплата қабылдағанын қаласаңыз, сіз точки продаж и кассирыға кіріп, добавить точку продаж дейсіз. Оның алдында көрсеттім, кассирді қалай қосу керектігін. Кассирдің атын енгізесіз, кассирдің телефон номерін енгізесіз, и сол кассир отырған магазиннің, складтың адресін енгізесіз. Сонда әр продажа өткен сайын сіз емес, сол кассиріңіз QR кодты клиентіңізге көрсетіп, немесе удаленно оплатаны жіберіп отырады. Отчеты по продажам. Мысалы, белгілі бір уақыт аралығында қандай суммаға қанша продажа жасалынды, осы жерден көрінеді. Оны, мысалы, қараңыз, укажите период, өзіңіздің кеше қандай суммаға продажа жасалған көргіңіз келсе, оны енгізесіз, немесе соңғы аптада, соңғы айда соның барлығын енгізесіз және көре аласыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Акции с Каспи QR. Бұл жерде Каспи әдетте әр ай сайын белгілі бір акциялар жүргізіп жүреді. Ол 006 болуы мүмкін рассрочка, 0012 рассрочка, немесе 0024, яғни Каспи жұма, немесе 10% бонус береміз, 5% бонус береміз деген акциялар қосып отырады. Сіз сол акциялар бойынша бүкіл ақпаратты осы Каспи Пейдің ішінен көріп тұрасыз. Міне, жоғары жағында көрдіңіз ба? Ноябрь, декабрь, январь. Сіз мысалы қазір ноябрь, яғни қараша болса, сіз қандай акция жасалынады, соны көресіз. Подключиться батырмасын басу арқылы сіз оған келісім бере аласыз. Декабрь. Мысалы, декабрьде 2 акция болатынын көріп тұрсыз, январьда 1 акция болатынын көріп тұрсыз. Бүкіл акция бойынша ақпарат осында. Енді төменгі жағына өтсек, переводы. Контрагенту по реквизитам. Бұл не деген сөз? Сіз енді кәсіпкер болғандықтан, егер товарды сіз базардан алсаңыз, ол жақта наличный көбінесе расчетта, сіз наличный ақшаға сатып аласыз, ешқандай счет қажет емес. Не болмаса переводпен жай төлей саласыз. Бірақ кейбір категорияларда, салаларда сіз официально договорға тұрасыз. Бір компаниямен, поставщикпен, дистрибьютормен договорға тұрасыз. Ол онымен әдетте безналичный расчетпен төлем жасалынады. Яғни сіз безналичный расчетпен төлем жасалыну үшін, мысалы, мен бір компаниядан официально, как положено, со всеми документами товар сатып алайын деп жатырмын. Онымен договорға тұруым керек. Договорға тұру үшін менде ИП бар, сол ИП-нің реквизиттерін, яғни данныйларын, ИИН, БИИН, соның барлығын мен сол компанияға жіберем. Кімгі WhatsApp-пен. Вот реквизиты моей компании деп жіберем. Олар сол реквизит негізінде договор жасайды, екі жақтан қол қоямыз, сосын мен белгілі бір суммаға, мысалы 100 000 теңгеге олардан тауар сатып аламын. И безналичный расчетпен төлем жасайтын болсақ, олар счет на оплату жасайды. Тоже менің ИП-мнің реквизиттері негізінде. И мен плюс Каспи Пейдегі счетым бар ғой, өзімнің ИП-мнің счеты. Сол счеттың данныйларын тоже сол компанияға жіберем. Олар маған счет на оплату выставлять етеді. Оның барлығы қазіргі уақытта удаленно жасалына береді. Яғни счет на оплату жасалынып, электронный версиясын сізге жібереді. И мен контрагенту по реквизитам деген батырманы басып, менің счетым тұр. Енді получатель, яғни кімнен тауар сатып алам, соның аты жөнін, ИИН, БИИНін, КБЕ, номер счета, БИК дегеннің барлығын сол компания өзі береді. Соның берген реквизитін сіз осында енгізесіз.
қандай сумма төлейсіз, осы жерге сумманы, мысалы мен 100 000 теңгеге тауар сатып алып жатырмын, 100 000 теңге оларға төлейін деп жатырмын. Міне осыны енгізесіз. Мында включая НДС или не включая НДС, ол сіз жұмыс жасайтын компанияға байланысты. Егер оның счет на оплатуынса включая НДС деп тұрса, онда сізде мына батырманы басасыз. Егер счет на оплатуда НДС болмаса, онда батырманы баспайсыз. Және код назначения платежа оның барлығы әлгі документте көрініп тұрады. Со жақтан скопировать етіп, осы жерде бәрін енгізіп и подтвердить дейсіз. Сонда сіздің Каспи Pay'дегі счетыңызда ақша жатты ғой, содан 100 000 теңге оның сол компанияның счетына түседі. Ол ваш платеж я вижу обработан дегенде, яғни оның кассасына, оның счетына менен ақша түскенде ол оны көреді де, сосын ол товарды дайындап маған уже жібереді. Бұл через безналичный расчет, через счет на оплату, платеж. Түсінікті деп ойлаймын. Сол үшін осы Каспи Pay'дегі контрагенту по реквизитам деген жер қажет. Және де енді сіз продажа жасайсыз, бәрі Каспи Pay'дағы счетыңызға түседі. Сіз енді базарға барасыз, товар сатып алуыңыз керек қой. Сіз тікелей Каспи Pay'дағы счетыңыздан қараңыз, на любой Каспи Gold төлем жібере аласыз. Біріншіден, өзіңіздің Каспи Gold'ыңызға төлем жібере аласыз. Өзіңіздің личный Каспи карточкаңыз бар ғой, соған өзіңіздің телефон номеріңізді енгізесіз, қандай сумма керек екенін енгізесіз, перевести. Не болмаса, кімге төлем жасау керек, сол кісінің телефон номері арқылы, немесе картасының номері арқылы любой кез келген Каспи Gold'ға перевод жасай аласыз. Осы жерде жасалынады. Налоги. Сіз налоги батырмасын, егер сіздің ИП-ңізді немесе ТО-ңізді делік, бухгалтер жүргізсе, онда оны сол бухгалтер осы жер арқылы социальный отчисления, пенсионные отчисления, қажетті налогтарды осы жерден ақ төлей бере алады. Оның барлығын мен қазір сізге айтып, басыңызды қатырмай қояйын, өйткені ол сізге қажет емес. Арғартай, міне мой банк деп тұр, мои счета, яғни сіз өзіңіздің счеттарыңыздың арасында передвижение жасай аласыз. Және де Каспи гид деп тұр, енді ол барлық Каспиге қатысты сұрақтарыңыз болса, осы жерден оны қосымша оқи аласыз. Как шпаргалка, шаблон. Осы Каспи Pay'дің ішіндегі барлық батырмалардың қандай функция үшін қажет екендігін түсіндірдім. Және де міне көбісінде айта кетейін, сіз ИП не ТО ашқанда Каспиде сіз бизнес-карта аштыра аласыз. Ол бизнес-карта сіздің жеке Каспи Gold картаңыз бар ғой, тура сол сияқты ол сіздің ИП-ңіздің немесе ТО-ңыздың бизнес-картасы. Оны аштыру үшін Каспи банктың юридический лицоларға қызмет көрсететін Каспи банктың отделениясына барасыз, Каспи бизнес-картаны аштырасыз. Бірақ ол міндетті түрде жасалыну керек нәрсе емес. Бизнес-картаны аштырмай қойсаңыз да болады. Ол міндетті түрде жасалынатын әрекет емес. Енді қараңыз, мұнда көп Каспи Pay'ға кіргенде получить бизнес-кредит деп тұрады. Ол дегеніміз не? Ол не үшін қажет? Бизнес-кредит оны Каспи береді кәсіпкерлерге, Каспи Pay ашық. Бірақ сіз Каспи Pay аша салып, мысалы, әлі продажаңыз болмаса, олар сізге бизнес-кредит сразу бере қоймайды. Бизнес-кредитті олар, егер сіз Каспи Pay аштыңыз, уже тауарыңыз сатылып жатыр. Мысалы, менің өзімнің жеке басымда маған ең алғашқы бизнес-кредитті мен 6 ай бойы продажа жасағаннан кейін ғана маған бизнес-кредит ала аласыз деген мына кнопка ашылды. Сондықтан, мына кнопканы көріп тұрсаңыз, ойбай, маған қазір бизнес-кредит ала береді екем деп, алдын ала қуанудың қажеті жоқ. Каспиде олар өздерінің системалары арқылы біреуге бизнес-кредит береді, екіншісіне бермейді. Оның ешқандай
бір ашық белгілі алгоритмі жоқ. Егер мен мыналарды істесем, маған бизнес кредит береді деген нәрсе жоқ. Мен оны әлі күнге дейін түсінбедім. Просто на практике айтам. 6 айдан кейін маған бизнес кредит ашылды. Мен сол арқылы бизнес кредит аламын. Негізі Каспийдегі бизнес кредиттің условиялары жақсы, әдеттегі кредитке қарағанда. И о жақта, мысалы, сіздің Каспий пейіңізге ақша түсіп тұрады ғой продажадан. И егер бизнес кредит алып жатсаңыз, сол счетыңыздағы суммадан сразу автоматически бизнес кредит шетінен жабылып тұрады. Яғни сіз арнайы перевод, оплата жасап тұрмайсыз. Мен бизнес кредитті жабуым керек деп. Счетыңыздан автоматически списание болып тұрады. И о жақта процент азырақ, сондықтан Каспийде тауар сататын бизнесмендердің көбісі, егер оларға бизнес кредит доступный ашық болса, көбісі негізі бизнес кредит алып қолдана береді. Оның ешқандай қорқынышты нәрсесі жоқ, өйткені списание автоматически болып тұрады. Бірақ айтайын, егер сізге сразу бизнес кредит ашылмаса, онда оған бола көңіл түсірудің қажеті жоқ. Ол сізге жарты жылдан кейін, мүмкін 1 жылдан кейін ашылады. Және бизнес кредит ашылғанның өзінде де, одобрение алғанның өзінде, олар сізге 200 мың теңгеге ғана кредит беру мүмкін. Миллион теңгеге, одан көп суммаға берілмеу мүмкін. Мен мысалы жақында өзім бизнес кредит алғым келді, маған 2 миллионға бермеді, тек қана 500 мың теңгеге берілді. Оның да алгоритмі жоқ, мен білмеймін. Оның қалай түсіндірілетіндігін, оны Каспий өзі шешеді. Сондықтан бизнес кредит дегеніміз осы. Сабағым түсінікті болды деп ойлаймын. Ары қарай келесі видеода жолыққанша.